Суретте барлығы қанша текше бар? Текшеге қараймыз. Осындай есептерді шығарудың методикасы мынандай. Бірінші қабат, мынау екінші қабат, мынау үшінші қабат. Текше дегеніміз бұл бір-біріне үстінде тұр. Кубиктар ғой, былайша айтқанда текше. Ал ең бірінші қабатта тұрғандардың қайсысының үсті көрінеді, соған 1 деп жазып аламыз. Екінші қабатта қайсысының үсті көрінеді, соған 2 деп жазып аламыз. Және үшінші қабаттағы 3 дейміз. Енді барлығын қосамыз. 1-ден бізде 4, 2-ден 3, 6, және 3-тен 1, 3. Бұл енді нені білдіреді? Мысалы, мынау 2 дегеніміз, ол 2 текшеден тұрады деген сөз. Яғни, бір текше, оның астында тағы бір текше бар дегенді білдіреді. Енді барлығын қосайық, барлығы бізде 13 текше болды. Бұл Б жауабы.